Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Top Stars кітабы 4-ші сынып 56 және 57-ші беттегі тақырыпты өтетін боламыз. Daily Meals деп аталады. Бұл жерде exercise number 1 бірінші жаттығуда сіздерге жаңа сөздер берілген. Соларды оқып шығайық. Бауырсақ, қазы, omelette, sandwich, ice cream, lemonade, orange juice. Exercise number 2. Listen and answer. What is rope eat? Сіздерге екінші жаттығуды тыңдап және де жауап бер деген. Rope және eat, яғни eat деген жеу деген. Rope жеу деген не деп сұрап тұр сіздерге. Мәтінді оқып аударайық ендеше оқушылар. Hello, my name is rope eat. Сәлем, менің есімім rope eat деген. Rope eat деген жеу деген. What's this? Бұл не дейді? It is a robot. I want an omelette, please. Бұл робот. Мен омлет жегім келіп тұр, өтініш дейді. Келесі суретке назар аударайық. One omelette. Anything else? Yes. Are there any sandwiches? Yes, there are. I want a chicken and a cheese sandwich, please. Бір омлет, және де басқа нәрсе қалайсың ба дейді. Иә, сэндвичтер бар ма дейді? Иә, бар дейді. Мен чикен, яғни тауық етін және де сэндвич сырмен, яғни ірімшікпен сэндвич қалаймын дейді. Үшінші суретке назар аударайық. Is there any pasta? Яғни паста бар ма дейді? Иә, бар дейді. Yes, there is. And I want some ice cream, please. Мен сонымен қатар ice cream, яғни балмұздақ та қалаймын дейді. Яғни тапсырыс беріп жатыр. Соңғы суретке назар аударайық. What are these дейді. Бұлар не дейді. Wow, look. Wow, қара дейді. Thanks, Rob, eat. Рахмет, Rob, eat. It looks great. Бұл өте тамаша көрінеді дейді. Ендеше жаттығу орындайық. Exercise number 3. Үшінші жаттығу екінші тапсырмаға қарап орындайсыздар. Бұл жерде сөйлемді толықтырып жазуымыз қажет. Келесі exercise number 4. Төртінші жаттығу listen and tick деген. Тыңдап және белгіле деген. What do you want? Сен не қалайсың деген. Бұл жерде оқушылар тыңдаған тапсырмасы менде жоқ. Сіздер мұғалімдеріңізбен бірге тыңдап орындайсыздар. Қай жауап дұрыс? A туралы айтты ма, немесе B сурет туралы айтты ма? Соны қайсысы туралы айтса, тек қана соны белгілейсіздер. Ендеше 5-ші жаттығуды түсіндіріп көрсетіп кетейін сіздерге. Read and circle. Оқы және қорша деген. This бола ма, немесе these, немесе that, those. Екіншісінен бастаймыз. That, немесе those are eggs. Бұл жерде those are eggs болады. Аналар, жұмыртқалар деген. Бұл жерде көпше түрде келіп тұр, себебі eggs деп. Үшінші, these are tomatoes. Бұл жерде көпше түрі these are tomatoes болады. Яғни екінші жауабы дұрыс. Tomatoes деген қызанақтар деген. Бұл жерде көпше түрде келіп тұрғандықтан біз these-ті қолданамыз. Ал this деген болса, бұл деген, бұл жекеше түрде, яғни бір ғана қызанақты айтып тұрса ғана қолданылады. Бұл жерде көпше болғандықтан these-ті қолданамыз. Соңғы exercise number 6, 6-шы жаттығу. Бұл жерде speaking task деп тұрғандықтан ауызша тапсырма. Бұл жерде сіздерге айтқан оқып белгіле деген. Сенің сэндвичіңде не нәрсе болғанын қалайсың, соны белгіле деген. Одан кейін сұрақ қойып жауап бер деген. Мысалы, қыздар диалог құрып тұр. Осындай диалог құрып сіздерде ауызша айтуларыңыз қажет. Is there any cheese in your sandwich? дейді. Сенің сэндвичіңде cheese, яғни ірімшік бар ма дейді. Иә, бар дейді. Мысалы, сэндвичтеріңізде tomatoes, eggs бар дейтін болсақ, соны белгілейміз, е. Одан кейін былай сұрақ қоямыз. Are there eggs and tomatoes in your sandwich? Yes, there are деп жауап береміз.